Қайырлы күн. Біздің бүгінгі әңгімеміз Өтеміс болысы Доспамбетұлы Ақтай туралы болмақ. Ақтай болыс аттан құлап жығылғаннан бір айдың көлемінде жатты дейді Ақтай болыс. Сонда ағасы Өтетай күн шыққанда бір қой сойып, күн батқанда бір қой сойып, Құдайдан інісінің тұрып кетуін сұрапты. Сөйтсе, Алла алмай қоймайтын болыпты. Ақтай болыс өмірден өтіпті, бір ай ауырып жатып. Сонда бұл Ақтай болыс үш ағайынды екен. Доспамбеттен Айтбай, Өтетай, Ақтай үшеуі ағайынды. Сонда жаңағы қазақтың дәстүріменен салт дәстүрі бар. Оның ішінде бұл енді ғұрыптық дәстүрге жатады ғой енді. Ақтай болыстың мінген атын жаңағы халықтың алдына алып шығып, жоқтауды Айтбайдың әйелі Жантоқ қызы Әли айтады депті. Сөйтсе, Әли апамыз да есті адам ғой, мен жоқтау айтсам, қайнатамның, қайнымның атын атауым керек, мен ондайға бармайын, қыздар айтсын депті. Сөйтсе, жаңағы Құмбел ауылындағы Зеріп деген Өтеміс Ақтайменен аталас. Ақтайдың жылқысыменен қоштасу жоқтауы мен айтайын деп, Зеріп әпкеміз мынандай жоқтау айтыпты. Бисмилля деймін оңдаған, атыңа қарап жоқтаған, атасы оның қашаған, арқардың етін асаған, әкесі оның Доспамбет, Қарасай оның мекенет, Ақтайдай айбат ер бар ма, жүзіне оның қараса, жүсіптей көңнің тоятын, жүрегім тоқтап ісінет, болыстық қалған ісіңет, атың қалды кісінеп, сейсенбі күні құлаған, Ақтайым інім арда деп, Өтетай отыр еңіреп. Атыңның жалын кескізбей, сүйегіңді көрге бергізбей, тіріңде жүрдің Ақтай күймелеп, сұлуды құштың көйлек бүрмелеп, ақырып атыңды ұстайын, жалынан сипап сүймелеп, ат тұлдайын тұрмайын, әруағың мені қафу ет депті Зеріп әпкеміз. Сонда мынау жиналған жұртшылық көзіне жас алып, содан кейін барып ағасы Өтетай ат тұлдауға рұқсат берген екен дейді. Сонда жұртшылықтың алдына алып шығып, атын тұлдап, Ақтайдың атын бос жіберіпті. Қазақта бұл ат тұлдау дегенді ұмытпау керек, білу керек. Бұл тек наймандарда бар ғұрып емес, бұл үйсіндерде де болған. Біз дулаттан тарайтын жаныстар осындай бір әңгімені шығарып отырмыз. Сонда Ақтайдың аты екінге түссе де ешкім тиіспепті. Ұры да тиіспейді. Себебі бұл үлкен қазақи тәртіп, қазақи салт. Себебі ол бос жүрген жылқысы сол өзінің асына сойылады. Содан елдің барлығы дәм татады. Мінекей, бұл Ақтай болыстың атымен қоштасу жоқтауы, осындайды біздің Өтемістерден бір әңгіме болсын деп сіздерге ұсынып отырмын. Өлке тарихын зерттеуші, тарих магистрі Алтайбай Аманжолұлы.